тағылымнан бастағалы отырмыз. Неге десеңіздер, сіздер биыл мектеп бітіресіздер. Ендігі жылы сіздер басқа мектептерде, басқа колледждерде сабақ оқисыздар, дәріс оқисыздар. Сол кезде осы оқыған кітаптарыңыз сіздерге өмірлік дәріс болады, өмірлік азық болады. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен кітаптар шеруін ортаға шақырсақ. Мына жерге қоямыз. Алдынан барып жобасының мақсаты оқушылардың оқу мәдениетінің деңгейін және олардың оқу белсенділігінің өсуін арттыру, жас ұрпақ бойында азаматтық рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастырып, оқушылар, педагогтар және ата-аналар арасында оқуды танымал ету үшін жағдай жасау, мектеп кітапханаларына қоғамдық назар аудару. Оқуға құштар мектеп жобасының міндеті оқу құзыреттілігін арттырып және оқуға тарту мақсатында оқушылардың оқырмандық қызығушылықтарын әсер етудің белсенді формалары мен әдістерін, педагогикалық идеяларын іздестіру. Осы мақсатта мектеп кітапханасы оқуға құштар мектеп жобасы бойынша біздің оқырмандарымызға президентіміз ұсынған мынандай кітаптарды оқуға талап етеді. Оның бірі әрине Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы. Енді Абай жолы эпопеясын оқымаған қазақ жоқ деп ойлаймын. Сонымен қатар Хакім Абайдың бірінші, екінші томдары, бұл екі томда Абайдың өлеңдерімен Абайдың 42 қара сөзі жазылған. Сонымен қатар біздің оқырмандарымызға Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясы. Бұл көшпенділер трилогиясы тарихты ешқандай жоғалып кетпеудің болмағанын сипаттайтын үлкен тарихи трилогия. Сонымен қатар біздің балаларға да тағы да оқы дейтініміз Жүсіпбек Аймауытовтың Ақ білегі. Яғни Аймауытов жазушы осы повесть романы арқылы қазақ әйелдерінің тағдырын суреттеген. Ақ білектің өмірі, қазақ әйеліне тән сипат. Сонымен қатар Сәбит Мұқановтың Мөлдір махаббаты. Мөлдір махаббат қалай болатынын осы кітаптан оқып танысуларыңызға болады. Сонымен қатар бұл жерде Оралхан Бөкейдің шығармаларынан ұйқым келмейді романын шығармалары ұсынылады. Мұхтар Мағауиннің Қыпшақ аруы хикаяттары, бұл Қыпшақ аруы жаңа хикаяты халқымыздың өткені мен бүгінгі арулары туралы сыр шертеді. Сонымен қатар осы біздің балаларға классиканы оқу жарияланып отыр. Гогольдің жаңа кітаптары, Жюль Верннің кітаптары, Чеховтың кітаптары, Толстойдың кітаптары, Буниннің кітаптары, сонымен қатар Ремарктың «На Западном фронте без перемен» и Достоевскийдің «Идиот» шығармасы. Онымен біз